Екібастұздағы жағдай оңалмай тұр. 90-дай көп қабатты және 60-тай жер үй тұрғындары әлі де болса бүрісіңді отыр. Орталық желдегі апат орнын анықтағанымен аулаларда ақаулар шығып, құбырлар жарылуда. Жергілікті жөндеу бригадалары үлгері алмай әлек. Сол себепті өзге өңірлерден көмек күші келген. Қазақмыс холдингінің арнайы жасағы да құбырларды жамау жұмыстарын атқаруда. Тақырыпты оқиға орнына барып келген тілшіміз Есенбек Санатұлы тарқатады. ЖСУ по 73 оторвал задвижку, надо поехать. ЖСУ по 73. Как понял? Все, я понял. Едем мы. Қазақмыс холдингісінің апаттық жөндеу бригадасы Екібастұзда дүйсенбіден бері қалпына келтіру жұмыстарын атқарып келеді. Олардың қатарында слесарь Қуанышбек Айтжанов та бар. Шақыртулар көп түсуде. Өйткені әбден тозған жылу желілері шыдас бермей жатыр. Бұл күндері ауа райда қаһарына мініп алған. Қуанышбектің үйінде әйелі мен 6 баласы күтіп отыр. Күннің суығында енді арасында осындай шай ішіп тұрамыз, вагончиктерде жылынып. Жалпы жақсы жұмыс. Енді бітіреміз, Алла қаласа, осының бәрі уақытша, бұның бәрі сынақ. Қазақмыстың жөндеу бригадасы құрал саймандарын сайлап келген. Ақауларды жоюға қажетті құрал жабдықтардың бәрі өздерімен бірге. Соның ішінде көптеген кәсіпорындарда кездесе бермейтін әмбебап қондырғы мен арнайы 5 техника да бар. Сварка бар кетеміз. Бұдан насосымыз бар. Водопомпа 320 қосып қойып, 10 мыңды сорамыз. Аварийный жағдайда. Сосын 220 тоқ береді. Жағы тоже 220-ға сварочный агрегатқа беріледі. Ұлытау мен Қарағанды облыстарындағы Қазақмыс холдингісінің кәсіпорындарынан жасақталған жөндеу бригадасының құрамында 20 адам бар. Олар Екібастұз қаласындағы мектептердің бірінде орналасқан. Осы жерде ас суларын ішіп түнеп жүр. Қазіргі сәтте біздің балаларымыз онлайн режимде оқиды. Сондықтан біздің оқу орталығы әзірше жылыту орталығы болып саналады. Мұнда бізде көптеген қаламызға көмекке келген жұмыскерлер қонуға болады, қонып жатыр және тамақтанып жатыр. Такие аварии у нас устраняются по нашей работе. Мұндай апаттарды жою жұмыстарына бұрында қатысқанбыз. Екібастұздағы апаттың ауқымы үлкен. Қазақстанның барлық жерінен келіп көмектесіп жатыр. Өзімізге тиесілі нақты тапсырмаларымыз бар. Қаланың жылу жүйесін қалпына келтіретін боламыз. Екібастұзда жағдай әлі ушығып тұр. Орталық магистральдегі апат ошағын анықтап қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанымен, аулаларда құбырдың жарылуы әлі толастамай тұр. Шаһарға кешкісін үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың өзі келіп, жағдаймен танысып кеткен. Бүгін оның бірінші орынбасары келді. Роман Скляр жағдайды өз бақылауына алмақ. Города и области из промышленных предприятий сейчас. Қалалар мен облыстардағы өнеркәсіптік кәсіпорындарды тартып жатырмыз. Барлығын жұмылдырамыз. Қажетті материалдар бар. Белсендіреміз. Жағдай жаман. Соңғы деректер бойынша Екібастұз қаласында 90 көп қабатты және 60-тай жер үйде жылу жоқ. Сандар сағат сайын өзгеріп тұр. Шаһарда 39 жөндеу бригадасы жұмыс істеп жатыр. Есенбек Санатұлы, Қайрат Абдышбаев, Атамекен бизнес, Павлодар облысынан.